Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында ұйымдастырылған бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы 2025 жылдың бірінші жарты жылдығындағы бюджеттің кіріс бөлігінің орындалуы, камералдық бақылау нәтижелері мен салықтық тексерулер. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема сегодняшней пресс-конференции «Исполнение доходной части бюджета за первое полугодие 2025 года, результаты камерального мониторинга и налоговых проверок». Спикермен таныстырып өтейін. Қабыш Сайранқан Қабышұлы, Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті басшысының орынбасары. Сайранқан Қабышұлы, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері және брифингке қатысушылар. Биылғы жылдың бірінші жарты жылдығындағы Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің қызметінің бюджеттің кіріс бөлігінің жоспарын орындау туралы қысқаша баяндап кететін болсақ, бірінші биылғы жарты жылдықта мемлекеттік бюджетке салық төлемдері бойынша түсім 206 миллиард теңгені құрады. Соның ішінде жергілікті бюджетке 111,4 миллиард теңге, республикалық бюджетке 94,6 миллиард теңге түсті. Өткен жылдың тиісті кезеңмен салыстырғанда мемлекеттік бюджеттің өсім қарқыны 172%, немесе 86,7 миллиард теңгеге өсті. Оның ішінде жергілікті бюджеттің өсу қарқыны 107,4%, немесе 7,7 миллиард теңге артығымен орындалды. Республикалық бюджеттің орындалуы 605%, немесе 79 миллиард теңгеге өсті. Мемлекеттік бюджеттің негізгі бөлігі келесі салықтық түсімдерден қамтамасыз етілген. Ол пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық жалпы түсімдегі үлесі 26,6%, немесе 54,7 миллиард теңгені құрайды. Мұнай сектор ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, ірі кәсіпкерлік субъектілерінен заңды тұлғалардың алынатын корпоратив табыс салығы жалпы түсімдегі үлесі 19,3%, немесе 39,8 миллиард теңгені құрайды. Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы жалпы түсімдегі үлесі 16,1%, немесе 33,1 миллиард теңгені құрайды. Егер мемлекеттік бюджеттің түсімдерін экономикалық салалар бөлінісінде ұсынылса, онда ең көп сома өңдеу өнеркәсібіне тиесілі. Ол биылғы жарты жылдықтағы үлесі 27%, немесе 55,6 миллиард теңгені құрайды. Көтерме және бөлшек сауданы үлесі 15,8%, немесе 32,5 миллиард теңгені құрайды. Тау-кен өнеркәсібі немесе карьерлерді қазу жалпы түсімдегі үлесі 15%, немесе 31 миллиард теңгені құрайды. Құрылыстағы жалпы үлесі 8,6%, немесе 17,7 миллиард теңгені құрайды. Енді салық тексеру немесе камералдық бақылау сияқты салықтық әкімшілердің негізгі бағыттары бойынша ақпаратпен таныстырып өтейін. Соңғы жылдары салық саясаты мен салықтық әкімшілендіру саласында әсіресе цифрлық жаңашылдықтар мен ақпараттық технологияларды қолдану бағытында елеулі қадамдар жасалып, айтарлықтай жетістікке қол жеткізілді. Салықтық тексерудің бір түрі тәуекел дәрежесіне негізделген мерзімді тексерулер. Салық есептелген уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтерін, сондай-ақ салық төлеушілердің қызмет бойынша ресми немесе ашық ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді талдау нәтижелері бойынша салық төлеушілерге қатысты салық органдары тағайындайтын тексерулер тәуекел дәрежесін бағалау негізінде мерзімді салықтық тексерулер болып табылады. Уәкілетті органның шешімімен бекітілген жарты жылдық кесте тәуекел дәрежесін бағалау негізінде мерзімді салықтық тексерулерді тағайындау үшін негіз болып табылады. Уәкілетті орган интернет ресурста тексерулерді жүргізудің жарты жылдық жиынтық кестесін тексерулер жүргізу жылдың алдындағы жылдың 25 желтоқсанында дейін және ағымдағы күнтізбелік жылдың 25 мамырына дейін мерзімде интернет ресурсқа орналастырады. Биылғы 25 жылдың жарты жылдығына тәуекел дәрежесі негізінде мерзімді салықтық тексеру жүргізу кестесіне республика бойынша барлық 655 салық төлеуші тексеруге жатады. Оның ішінде біздің облыс бойынша 18 мекеме, екінші жарты жылдыққа республика бойынша 444 салық төлеуші кірсе, оның ішінде біздің облысымыз бойынша 12 мекеме ғана кірген. Салық органдары мерзімді салықтық тексеруді жүргізу басталғанға дейін кемінде
күнтізбелік 30 күн бұрын тәуекел дәрежесін бағалау негізінде салық төлеушіге салықтық тексеруді жүргізу туралы хабарлама жіберіледі. Яғни салық төлеуші тексеру басталғанға дейін барлық кемшіліктерін, тапсырылмаған салықтық есептеліктерін тапсырауға мүмкіндік береді деген сөз. 2025 жылдың бірінші жылдығында тәуекел дәрежесі негізінде мерзімді салық тексерулер жүргізу кестесіне кірген салық төлеушілер биылғы 987 миллион теңгеге қосымша салық есептелігін тапсырды, және оның 859,7 миллион теңге бюджетке қосымша салық өндіріліп алынды. Осы мерзім өткеннен кейін тексеру жүргізуге нұсқама қалыптастырылады және табыс етіледі. Тексеру 30 жұмыс күніне созылады. Салықтық тексеру мерзімі құрылымдық бөлімшелері бар немесе жоқ болуына байланысты қосымша 45 жұмыс күнінен 180 жұмыс күніне дейін ұзартылады. Салықтық тексеруді жүргізу мерзімінің өтуін салық органдары салық төлеушіге салық органының мәліметтерді және құжаттарды табыс ету, салық төлеуші сұратылып отырған құжаттарды табыс ету туралы талабын табыс еткен кезеңге тоқтата тұру мүмкін. Салық төлеушіні тоқтата тұру немесе қайта бастау туралы міндетті түрде хабардар етіледі. Тексеру аяқталғаннан кейін қорытындысымен акті тапсырылады. Бұзушылықтар анықталған жағдайда тексеру нәтижелері туралы хабарлама шығарылады. Оны 30 жұмыс күні ішінде орындау қажет. Келіспеген жағдайда уәкілетті органдарға немесе сотқа шағым беруге болады. Мерзімді салықтық тексерулер жүргізу кезінде көрсетілген қызметтердің құнын нақты қызмет көрсетусіз шегерімге жатқызу, яғни көлік құралдары, мүлік жоқ, мұндай қызмет үшін үшінші тарап кәсіпорындар көрсетпеген, жеткізушілер өз есептеліктерінде қызметкерлердің кірістерін көрсетпеген, өткен жылдардағы декларациядан деректердің дұрыс көшірілмеуі сияқты бұзушылықтар жиі анықталады. Сондықтан егер кәсіпорын мерзімді тексерулер тізімінде болса, міндетті түрде хабарлама алған күннен бастап 1 ай мерзімде барлық бұзушылықтарды өзіңіз жойсаңыз, айыппұл санкцияларынан аулақ боласыз. Айыппұл санкцияларының мөлшері 20%-дан 80%-ға дейін құрайды. Кәсіпкерлік субъектілеріне байланысты. Айыппұл санкцияларының мөлшері декларацияда кеміткен сомаға қолданылады. Енді камералдық бақылау туралы айтатын болсақ, салық кодексінің 94 бабының 1 тармағына сәйкес камералдық бақылау салық төлеушілер ұсынған салықты есептелігін, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік органдардан және басқа да көздерінен алынған мәліметтерді зерттеу және талдау негізінде жүзеге асырылады. Камералдық бақылаудың басты мақсаты салық төлеушіге құқық бұзушылықтарды айыппұлсыз өз еркімен жою мүмкіндігін беру деген сөз. Салық кодексінің 96 бабына сәйкес камералдық бақылау нәтижесінде анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама алған жағдайда салық төлеушіге бұл бұзушылықты түзету үшін 30 жұмыс күні беріледі. Салық төлеуші анықталған бұзушылықтармен келіскен жағдайда қосымша салық есептелігін тапсырып, тиісті салықтарды, өсімпұлдарды төлейді. Егер келіспеген жағдайда дәлелдемелермен бірге жазбаша түрінде ұсыну қажет. Хабарлама орындалмаған деп есептеледі, егер салық төлеуші белгіленген мерзімде жоғарыда көрсетілген әрекеттердің ешқайсысын жасамаса, яғни жауап қайтармаса. Орындалмаған хабарламалар бойынша келесі жұмыс күні салық кодексінің 118 бабына сәйкес салық төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс операциялары тоқтатылады. Қазіргі таңда Шығыс Қазақстан облысы бойынша әртүрлі салық есептелігі түрлері бойынша камералдық бақылау хабарламалары орындау үстінде. Мысалға айта кететін болсақ, ағымдағы жылдың маусым айынан бастап 24 жылға арналған корпоратив табыс салығы бойынша декларацияларды толтыру кезінде жіберілген бұзушылықтар негізінде камералдық бақылау аясында 816 хабарлама жолданған, жалпы бұзушылық сомасы 162 миллиард теңге. Бұзушылық түрлері электрондық шот фактуралар мен бейрезиденттерден алынған мәліметтерді салыстыру нәтижесінде анықталған жұмыстар мен қызметтер бойынша шегерімдерді артық көрсетілуі және әртүрлі дерек көздерінен алынған мәліметтерді талдау негізінде анықталған кірістерді жасыру, төмендету анықталған. 9 шілдедегі жағдай бойынша 22 хабарлама орындалды, салықтар сомасы 102 миллион теңге өндіріліп алынды. Бұл хабарламалар бойынша ерікті түрде орындау мерзімі әлі 6 тамызға дейін. Тағы бір мысал айтатын болсақ, оңайлатылған декларация бөлшек салық және басқа салық режимдері бойынша жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлер мен заң тұлғаларға
24 жылға арналған әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді зерделеу кезінде анықталған жасыру, төмендету бұзылушылығы бойынша 3357 хабарлама жолданған. Бұл хабарламаның барлығы автоматты түрде республика көлемінде шығарылады. Жалпы бұзушылық сомасы 80 миллиард теңге. Бұл жерде екінші деңгейлі банктерден алынған мәліметтер, декларациядағы мәліметтер, басқа бақылау касса машиналары арқылы белгіленген чектер, сондай-ақ электрондық шот фактуралар бойынша тауарлар, қызметтер құны салыстырылды. 9 шілдедегі жағдай бойынша 85 хабарлама орындалып, 28 миллион теңге өндіріп алынды. Орындалмаған хабарламалар мен толық көлемде орындалмаған салық міндеттемелері бойынша әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің нормаларына сәйкес тыңдау рәсімі өткізіліп, жоспардан тыс салықтық тексерулер тағайындалады. Аталған хабарламалар бойынша толық ақпарат алу үшін салық төлеушінің орналасқан жері бойынша мемлекеттік кірістер басқармасына жүгіну қажет. Осылайша камералдық бақылау тек тәуекелдерді уақытылы анықтау ғана емес, сонымен қатар бизнестің қателіктерін ерікті түрде түзетуге мүмкіндік береді. Биылғы жылы 8 шілде жағдай бойынша облыс бойынша 10.175 камералық бақылау хабарламасы жолданған. Жалпы бұзушылық сомасы 332 миллиард теңге. Оның ішінде 2787 хабарлама орындалған, салықтық сомасы 7,5 миллиард теңге. Салықтар бойынша берешек өндіріп алу сатысында 2,8 миллиард теңге, яғни банкроттарды қоспаған кезде 737 хабарлама орындалмаған, олардың шоттары бойынша шығыс операциялары тоқтатылған. Орындау мерзімі келмеген, яғни ерікті түрде орындау мерзімі жүріп жатқан 6651 хабарлама бар. Жыл соңына дейін салықтық әкімшілендірудің интеграцияланған жүйесі, яғни 7 жүйені қазір өздеріңіз білесіздер, цифрландырудың саясатында бізде 7 жүйе ИНИС, СОЛУС, Акцесс, СОНО, КНП, Портал, еш деген 7 жүйені бір жүйеге біріктіріп, биыл қолданысқа кезегімен орындалып жатыр. Биылғы жылдың 10 шілдеден бастап камералық бақылау хабарламалары бойынша түсіндірмелерді тек осы ИСН арқылы, жаңа салық төлеуші кабинеті арқылы жолданылады. Сонымен қатар камералық бақылау хабарламаларын орындау шеңберінде қосымша салықтық есептелігін тапсыру бұрынғы кабинет арқылы жүзеге асырылады. Барлық есептілік формалары ИСН жүйесіне толық көшкенше бұл тәртіп сақталады, яғни жылдың аяғына дейін. ИСН жүйесін іске қосу салық төлеушілерге сапалы қызмет көрсетуге, электрондық өзара әрекеттесуді жаңа деңгейге шығаруға, сондай-ақ әкімшілендіру процестерінің бірқатарын оңайландырып, автоматтандыруға мүмкіндік береді. Енді негізгі бүгінгі күн тәртібіндегі сұрақтар айтылған, аталып өтілді. Баяндамаңызға көп рахмет. Әріптестер, сұрақ-жауапқа көшейік. Еске сала кетейін, брифинг өңірлік коммуникациялар қызметінің Инстаграмдағы парақшасында тікелей эфирде көрсетіліп жатыр. Келе алмаған журналистер қосылып, өз сұрақтарын жолдай алады. Переходим ко второй части нашего брифинга. Если есть вопросы, можете задавать. Сұрақтарыңыз жоқ болса, тағы бір айта кететін жағдай, қазір білесіздер, өткен жыл президенттің тапсырмасы бар, ол туризм саласын дамыту. Біздің Шығыс Қазақстан облысы туризм саласындағы ең бір рөл атқаратын үлкен облыстың бірі болғандықтан, былтырғы жылы облыс әкімінің тапсырмасы бойынша немесе Шығыс Қазақстан облысының прокуратурасымен бірігіп, Шығыс Қазақстан облысы бойынша кірістер департаменті осы туризм саласында көшпелі семинар өткізіп, 4-5 ауданға былтырғы жылы, биыл 2 ауданға өткізілген болатын. Оның, яғни Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті бюджеттің кіріс бөлігін арттыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ заңсыз кәсіпкерлік қызметке бақылауды күшейту, көлеңкелі экономикалық көлемін қысқарту мақсатында тұрақты негізде заңсыз қызметі мен айналымның жолын кесу, оның ішінде жеке кәсіпкер ретінде тіркеусіз қызметін жүзеге асыратын жеке тұлғаларды, сондай-ақ алкоголь өнімін сақтау және өткізу бойынша лицензиясыз қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды анықтау жөнінде шараларды қабылдайды. Шығыс Қазақстан облысында бұқтырма су қоймасы, Сібе және Дұбағалы көлдері
Самар жағасы, жоғары және төменгі Тайынты көлдерінің жағалауында, сондай-ақ демалу маусымы мамырдың ортасынан қыркүйекке дейін созылатын қыс мезгілінде де демалу мүмкіндігі бар облыстың барлық аумағында орналасқан туристік бағыттарда бізде 400-ден астам демалыс базалары тіркелген. Департаменттің салықтық әкімшілендіру бойынша оң тәжірибесі бар. Ол яғни осы бұқтырма су, Сібе, Дұбағалы көлдерінің жағалауындағы туризм нысандарына салық салу бойынша 24-25 жылдары облыстың келесі, яғни Алтай, Үлкен Нарын, Қасым, Байсеніп, Самар, Өскемен қаласында және Марқакөл мен Қатонқарағай ауылдарында қызмет көрсету, сауда жүргізу бойынша туризм, мейрамханалар, дәмханалар, автокөлік жуу орындары, үйдің жанындағы дүкендер немесе қонақ үйлері бағыттары бойынша 1487 әртүрлі бизнес субъектілері мен басқалар үшін салық заңнамасын түсіндіру бойынша көшпелі семинар өткізілген болатын. Осы кездесулердің барысында негізгі мақсатқа қол жеткізілді. Бұл салық заңнамасы бойынша мәселелермен қатар уәкілетті органдар мен жергілікті атқарушы органдардың жұмысының барлық бағыттары бойынша түрлі проблемалық мәселелердің айтылуы, өңірлердің тұрғындарымен кері байланыс орнату болатын. Яғни бұл көшпелі семинардың ең бірінші мақсаты салық төлеушіге жасырмай адал жұмыс істеу үшін қандай кедергілері бар, соның барлығын анықтап, соның бәрін жоюға, алдын ала білінбеген заңнамалықтардың бәрін түсіндіру аясында уәкілетті органдармен бірге жергілікті атқару органдарымен бірге және құқық қорғау органдарымен бірге осы негізгі аудандардың барлығына көшпелі семинар өткізілген болатын. Ондағы мақсат салық төлеушіге салық төлеу үшін ешқандай кедергі болмау керек. Яғни бұл жердегі барған көшпелі семинардағы негізгі біздің мақсатымыз қандай кедергі бар, соны анықтап, соны орында шешу болатын. Соны нәтижесін айта кететін болсақ, ол кездегі барғандағы салық төлеушілердің негізгі проблемалары, яғни біз чек неге ұрмайсыңдар десек, олар чек ұру үшін интернет жоқ дейді. Интернет жоқ, немесе демалыс орнын тіркегенге жердің немесе жаңа мүліктің заңдастырылмай отырғандарын, немесе жаңағы коммуналдық қызметтің көрсетілулері кейбір жерде нашар, солардың проблемаларын айту бойынша көп мәселелер қаралған болатын. Оны жаңағы жергілікті органдармен, атқару органдармен, уәкілетті органдармен оның барлығы қаралып, болашақта шешілетін болған. Енді былтырғы жылдың 4 ауданындағы және қаланың жүргізілген көшпелі семинардың негізгі біздің нәтижемізді айта кететін болсақ, былтырғы жылы түсіндіру жұмыстарын жүргізгеннен кейін жеке кәсіпкер ретінде 106 жеке кәсіпкер ретінде жеке тұлғалар жеке кәсіпкер болып тіркелді. Бөлшек салық мөлшерлемесінің 4%-дан 2%-ға дейін төмендеуіне қарамастан жергілікті бюджетке 335 демалыс базасына түскен салық түсімдері өткен жылдың 23 жылмен салыстырғанда 24 жыл 200 миллион теңгеге ұлғайды. 10 миллион теңгеге жуық лицензиясыз алкоголь тәркіленді. Тіркеусіз кәсіпкерлікпен қызметпен айналысқан үшін 52 адам тексеруден кейін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ол былтырғы жылдың нәтижесі. Ал биылғы жылдың нәтижесін айта кететін болсақ, осы мамыр айында 2 ауданға барып түсіндірме жұмысын таныстырып, буклеттер таратылып, ескертіліп, бір айдан кейін, яғни маусымның 18-нен 12 шілдеге жағдай бойынша айта кететін болсақ, Шығыс Қазақстан облысы мемлекеттік кірістер басқармасында 9-ында алкоголь өнімін бөлшек саудада өткізуге лицензиясын болуы бойынша 69 рейдтік тексеру жүргізілді. Оның қорытындысы бойынша 93 әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталды. Яғни бір айдың ішінде, бір ай әлі толғанда жоқ. Оның ішінде 27 іс одан ары қарау үшін сотқа жолданды. 66-сы іс бойынша ескерту түрінде әкімшілік жаза қолдану туралы хаттамалар жасалды. 1,4 миллион теңге сомасына 1224 бутылка мөлшерінде лицензияланбаған алкоголь өнімі
және 409 мың теңгеге сомасына 6065 темекі өнімі тәркіленді. Прокуратура органдары және уәкілетті органдармен бірлескен жұмыс, сондай-ақ премьер-министрдің төрағалығымен өткен кеңес қорытындысы бойынша 29 январь 25 жылғы хаттаманың бойынша бұқтырма су қоймасының жағалауындағы демалыс базаларына жосықсыз меншік иелерін анықтау бойынша мониторинг жүргізіп, осы бағытта жергілікті салықтардың бюджетке қосымша түсуін қамтамасыз етеді. Енді жоғарыда баяндалған негізінде барлық уәкілетті және жергілікті атқарушы органдарға салықтық әкімшілендіруде бюджетке қосымша түсімдерді анықтау және туризм нысанында бойынша тіркеу есебін ретке келтіру жөнінде жұмыстарға жәрдем көрсетуді сұраймыз. Осы тақырыпқа қатысты сұрақтар бар ма? Ал жалпы туризм саласында жұмыс істейтін кәсіпкерлер саны жылдан жылға өсіп келе ме? Сондай бір сол тағы бір ақпаратты айта кетуге болады. Бізде 2024 жылы 335 демалыс орны Шығыс Қазақстан облысында тіркелген болатын. Осы түсіндіру жұмысының арқасында биыл 2 айдың ішінде мамыр мен май-июнь айында 377 жеке кәсіпкер болып тіркелді. Оның ішінде 72-сі туризм саласында кәсіпкерлікке тіркелді. Яғни былтырғы 24 жылы 106 мекеме тіркелген болса, биыл 377 жеке кәсіпкер тіркелді. Оның 72-сі ғана туризм саласында өзінің жеке кәсіпкер болып тіркелді. Яғни бұның өзіміздің бұл көшпелі семинардың нәтижесі деп ойлаймыз. Яғни бұның санының өсуі қосымша бюджетке салықтың түсуіне қамтамасыз етеді деген ойдамыз. Көп рахмет. Коллеги, если больше нет вопросов, то завершаем наш брифинг. Благодарим, что пришли. Рахмет. Қатысқандарыңызға, сұрақтар